адамды кері тартып алға қарай бастырмайтын, дамытпайтын бір нәрсе бар. Ол баха есеп. Біреуге жасаған жақсылығыңды ойында ұстап жүру, жасаған жақсылығын есесін күту, яғни ожидание. Тіпті ата-аналар балаларының өзін кішкентай кезінен қалай өсіреді? Міндетсіні өсіреді. Мен кейін асырайды мені. Мен саған үйттім ғой, мен саған бүйттім ғой, сен неге маған бүйтпейсің? Яғни манипуляция арқылы. Бұл не? Бұдан ата-анада, балада, қоғамда дұрыс болмайды. Баха есеп болған жерде адам дамымайды. Адам ол біреуге өпкелейді, біреуден бір күтеді, жақсылық күтеді. Ол ойындағысы болмаса күйзеліске түседі, стресске түседі. Ақыр аяғында ол неге апарады? Деградацияға, түрлі ауруларға апарады. Сондықтан, егер дамиын десеңіз, баха есепті ұмытыңыз. Жақсылық жасасаңыз бірден ұмыту керек.